Достар, видео басталмастан бұрын сендерге Fasters деген керемет ақша табуға болатын сайтты ұсынғым келіп отыр. Яғни бұл сайтта сіздер өздеріңіздің ақшаларыңызды тігіп, оларды көтере аласыздар. Яғни қазір мен сіздерге оны қалай істейтінін көрсетейін. Мінекей, мен қазір өзімнің шотыма мінекей 1000 теңгені салып жібердім. Енді осы ақшамен біз ойнайық. Главныйға кіреміз. Мінекей, бұл жерде чтобы начать игру, укажите ставку деп тұр. Бұл жерде бізде 10 емес, біз 100 деп жазайық. Яғни 100-ді тігеміз. Возможно, выигрыштар множительдер мінекей астында тұр. Одан кейін осы жерде біз автоставка и скорості қосамыз. Сосын начать игры дейміз. Кішкене күтеміз. Мінекей енді остановить игру дейміз. Мінекей енді қазір мына жақтан неше түскенін көрейік. Мінекей, ақшамызды мінекей керемет қылып көтеріп алдық, 1000 болды, енді 1150. Енді осы ақшамызды біз қалай шығарып аламыз? Ол үшін біз мына жерден вывести дегенді басамыз. Осы жерден сіздерге мінекей өзіңіздің шығарғыңыз келетін ақшаны жазасыз. Мысалы, менде 1150 болса, осыны қазір Kiwi арқылы, Яндекс немесе WebMoney арқылы қазір бұл ақшаларды Kiwi кошелегі арқылы шығаратын боламын. Сосын мына жерге нөмірімізді жазамыз. Комиссия 2% қана ұстайды. Сосын вывести деп ақшамызды шығарып алатын боламыз. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to say about my horror story in my life. Деп ағылшынша бастамасам, өйткені көп адамдар мен комментарийме фу, сәлем достар, басқа приветствие құруға миым жетпей ма деген сияқты. Менің каналымда 14 000 тіркелуші болды. Яғни осыған орай мен өзімнің басымнан өткен қорқынышты оқиғалар жайлы айтатын боламын. Көбісіңіз күттіңіздер. Осы видеода 1500 лайк жинайық, сосын тағы да келесі бөлім шығады. Ең алғашқы оқиғаға көшейін. Ол осы үйде болды. Короче, біздің залда сіздер білесіздер, мен блогтарым көріп жүрген шығарсыздар, телевизор бар. Және ол телевизор біз смарт. Бұда, короче, дауыспен управлять етуге болады. И қолмен бүйтіп, былайнан управлять етуге болады. Типа каналды ауыстырып, дауысын шығарып. Ана жерде камера тұрады, соған қолыңды бүйтсең, сол көрініп тұрады. Бір аптама, 2 аптама бұрын мен сабақтан келдім и отырдым, телевизор қарап, сразу менің любимый сериалым басталды, бывает и хуже деген Paramount Comedy'дан, Paramount Channel-ны сояқта. Содан кейін мен сразу кухняға келдім де жейтін заттарымды алуға. Бір кезде залға кіріп қалсам, телевизорда каналдар өзімен өзі ауысып жатыр. Как будто диванда біреу отырып, былайнан басқарып жатқан сияқты. А үйде ешкім жоқ, тек мен. Осыдан кейін менің орысша айтқанда мурашка по коже пробежались. Қасына келдім де телевизорды бүйтіп жоқ, кішкене қорқып бастадым. Өйткені всегда мен бір жаққа кетіп қалғанның кезде телевизор қосылып кетеді арасында өзі, сосын қайтадан өшіп қалады. Келесі оқиғаға көшейік. Вот келесі оқиға енді полный дец. Үйде ешкім жоқ, как обычно, барлық оқиға үйде ешкім жоқ кезде болады. Сабақ жоқ, ешқандай қиындық жоқ, отырдым. Сосын мен всегда түнде кино сондай қарайтын телевизордан. Интернеттен бір кино тауып алдым. Сосын үйде жейтін андай типа чипсы, ролл сондай болған жоқ. И угадайте, мен қайда бардым? Конечно же, магазинге. А сағат бізде 11:30 ба, 12 ма болып қалды. 5-ші этажда тұрдым, и магазин біздің үйіміздің артында болатын. Менікі ең соңғы подъезд болатын, типа бүйтіп айналып бару керек. Подъезден шықтым, где-то бір 5-6 подъездге келген кезде, үстіне үлкен бір деңгейлер киіп алған. Сол маған келіп, типа, спичка бар ма? Сосын мен жоқ дедім. Сосын ары қарай магазинге кете бердім. Осы мен артымнан жүріп келатты. Мән берген жоқ маған басында. Магазинге кіріп кеттім. Магазинге кіріп, затымды алып бүйтіп есікке қарап қалсам, анаға как будто мені күтіп тұрғанда бүйтіп қарап тұр. Сосын мен типа дедім де, лестницадан чүк-чүк деп жүгіріп кеттім. Сосын мен ештеңеге мән берген жоқпын, наушник тыңдап, подъездіме қарай келе жатқан кезде артымнан анағай әлі келе жатыр. Сосын мен артыма қарадым, типа не керек деген сияқты. Өзінің жүруін тездетіп, именно менің подъездіме қарай кіріп, лестницамен көтеріліп кетті. Осы кезде вот менің шашым тік тұрды. Еще біздің подъездде всегда свет болмайды. 5-ші этажға дейін жаяу светсіз қараңғыда көтерілу керек. Подъездға кірген жоқпын, конечно же. Сіздер ойбай қорқақ деп ойлайтын шығарсыздар, бірақ осы оқиғаға өздеріңіз түсіп қараңыздар, сол кезде не болатынын көресіздер. Подъездің алдында отырдым, сосын ары қарай кетіп қалдым. Bir кезде жолдан, машинадан менің көршілерім түсіп келеді. Олар 4-ші этажда тұрады, ал мен 5-ші этажда тұрдым. Ол кезде 4-ші этажға қарай көтеріліп баратты. Сосын бір кезде мен 5-ші этажға қарай бергенде, именно менің квартирам, яғни именно менің есігім алдында ана ағай тұрды. Сосын ол менің қасында адамдар бар екенін түсінді да, төмен қарай түсіп кетті. Вот осы кезде мен типа одан есікті аштым да, кілттеп үйге қарай кетіп қалдым.
Үшінші ең басты жаман, есіме алсам жыным ұстап жылағым келеді. Ең жаман оқиға ол жақында экзамендар келе жатыр. Тағы да бір оқиғаны айтып кетейін. Төртінші оқиға. Мені 7 жасымда машинаға қағып кетті. Кім білмейді, менің ең алғашқы, яғни ең соңғы видеоларымды қараңыздар, сол жақта мен сол жайлы айтқан болатынмын. Осы видео сіздерге ұнады деп ойдамын. Ұнаса жоғары тұрған белгісін басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл видео бір жағынан күлкілі, бір жағынан қорқынышты ма, қорқынышты емес па білмеймін. Өздеріңіз шешіңіздер, комментарияға жаман сөздер жазбаңыздар.